Бұл тақырыптарды білмейтін болсаң, ОБТ-ға бармай қойсаң да болады. Қарап үйреніп ал. Бұл жерде біз мына сандардың модасын тап дейтін болса, ең көп қайталанғаны модасы болады. Бұл жерде ең көп қайталанып тұрған сан ол 3 болып тұр. Ал медианасын тап дейтін болса, осы сандарды біз өсу ретімен жазып аламыз. Ең кішкентай сан 3, 3-тен кейін тағы да 3, 3-тен кейін 4, 4-тен кейін 6, 6-дан кейін 7. Дәл ортасында мінекей 4 деген сан тұр, демек медианасы 4-ке тең болады. Одан кейін өзгеріс ауқымын табуымыз үшін ең үлкен саннан ең кішкентай санды азайтамыз. Бұл жерде ең үлкен сан бізде 7, яғни 7-ден азайтасын 3-ті, ең кішкентай санды, сонда бізде 4 шығады. Өзгеріс ауқымы да 4-ке тең екен. Одан кейін арифметикалық ортасын тап дейсін болса, осында көрсетілген сандардың барлығын қосасыңдар, барлығын қоссаңдар 23 болады. Сосын осында неше сан бар, соншаға бөлесіңдер, яғни 5-ке бөлесін. 5 сан болған үшін 4,6 болады. Мінекей 4 тақырыпты түсіндіріп тастадым 1 минуттың ішінде. Енді мінекей мына есептерді шығарып, комментарийға дұрыс жауабын жазып кет, практика жаса. ОБТ-да мінекей осы тақырыптар міндетті түрде келеді. Ұлттық тестілеу орталығының сайтында көрсетілген тақырыптар. Парақшаға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ал, келесі жолы жолықпай қалуымыз мүмкін. Ал егер математикалық сауаттылықтан 0-ден бастап үйрететін курс деп жүрген болсаң, бізде жаңа поток жақында басталады. Курс жайында толық ақпарат алу үшін жоғарыда көрсетілген номерге жаз. Курста күтеміз.